Ағайын тарих дейтін бақтабамыз қазақтың қасқа жолы қатпараңыз музейдің радио арнасымен бабалар жүріп өткен сақталар із дәуірлерді дәріптеп бұл арнада ғасырлар ғаламатын ақтарамыз. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Эфирде музей радиосы. Микрофон алдында мен, Әйгерім Сейітбекқызы. Бүгін сөз бір жұлдыз болып жанаммен, бір жұлдыз болып қаламмен дейтін сыр елінің тумасы, алты алашқа белгілі ақын жазушы, шығармалары бірнеше тілге аударылған қаламгер, құрыш қазақ Зейнолла Шүкіровке арналмақ. Биыл ақын, жазушы, драматург, аудармашы Зейнолла Шүкіровке 95 жыл толып отыр. Бүгін бізде қонақта Зейнолла Шүкіровтің баласы, әдеби мұрасын насихаттаушы Алпысбай Шүкіров. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Алпысбай ағам, бір сұхбатыңызда мен әкемнің табиғатын теңізбен байланыстырар едім деген едіңіз. Осы қазіргі таңда аксиомаға айналып бара жатқан бұл түйінді қалай түсіндірер едіңіз? Енді адам өзі табиғатпен егіз болады ғой. Әркімнің өзінің туған жерінің табиғатына егіз болады. Біреу тауына, біреу жеріне. Енді бұл кісінің негізгі табиғаты теңізбен ұштасып жатыр да. Бүкіл өлеңдерін алатын болсақ, барлық өлеңдерінің өзі теңізбен байланысты. Теңіз бұның анасы, теңіз бұның әкесі, шын айтқанда. Өйткені ол Алтай мысалы қыста осы июнь айында шығады ғой, сол кезде бір теңізге деген сағынышы, теңізге барып түсетін. Сол кезде теңізде келдің ба дегенде екеуі бір-біріне кәдімгідей құшақтасып налғандай сондай бір елестер көзіме елестейді да. Теңізге деген сағынышы, теңізге деген махаббаты күшті болды да. Рахмет. Зейнолла Шүкіровті осы қазақ әдебиетінің заңғар алыбы ретінде жақсы танимыз. Қазақ әдебиетіне қосқан өлшеусіз үлесі ол өзі бөлек әңгіме. Ал үйдегі Зейнолла Шүкіров қандай болған, бірер сөзбен сипаттап берсеңіз, балалық шаққа саяхат жасасақ. Енді ол кісі өте қарапайым, қандай болмасын ауырып жатса да, мысалы қонақ келсе сондай жадырап, қабағын түймейтін ешқашан. Мінезі деген сондай, келген қонаққа ашық сондай мінезде болды. Оның өзі бұл кісінің қарапайымдылығы, сондай достардың қатты сағынып отыратын мысалы. Және де сұмдық достар болды. Әнуарбек Дүйсенбиев, Сағи Жиенбаев, Қатты Кәрім Ыдырыс, Насреддин Сералиев, Қоншабай Сүйіншев сияқты достар болды. Бірде Әнуарбек Дүйсенбиев қайтыс болды деген хабарын алған кезде сондай қабағы түнеріп, бір досынан қатты айырылғандай өте бір көзіне жас алып, осындай бір мінезін мен көріп қалдым. Бұның өзі шынында да ол кісінің жүрегі өте нәзік. Былайынша сыртқа қараса, өте қатты адам сияқты болып көрінеді да, бірақ жүрегі нәзік кісі болды. Мінезі көптеген ойындар, шахмат, шашки, мысалы, әсіресе шахматты өте жақсы ойнайтын, проферанс деген нені, сосын кітапты көп оқитын. Қандай болмасын бір кітаптар шығатын болса, сол кітаптарды бірден алдырып оқуға өте құмар болды. Бірде Ялтада Хозяин Чеховский дома деген кітап шыққан екен, соны Горбуленко деген журналистке Ялтада жазып жіберді, осы кітапты маған салып жіберді. Сонда ана журналистің өзі таңғалады ғой хатында. Қалай сіз осының барлығын біліп отырасыз дейді да. Сондай жан-жақты хабардар, спортты жақсы көретін, хоккей, футбол сияқты спорттарды сол үнемі көріп отыратын телевизордан. Жан-жақты тұлға болды дейсіз. Жан-жақты, иә. Енді біздің Қызылорда облыстық тарих-өлкетану музейінің қорында Зейнолла Шүкіровке жазылған, осы қазақ әдебиетінің заңғар алыптарының жазған бірнеше хаттар сақтаулы. Өкінішке орай Зейнолла Шүкіровтің өзінің қолтаңбасы бар хаттар сақталмаған, келмеген бізге. Ал Шүкіровке жазылған хаттар легін мен бір зерттеген болатынмын, арнайы бір ғылыми жұмыс қылып алып. Сонда осы қазақтың жаңағы қаламгері, журналисті Ұзақ Бағаевтың хатында сіздің есіміңіз аталады. Ең соңында былай дейді: достардың бәріне ыстық сәлем жолдайсыз, апаға, Алпысбайға, қыздарға арнайы депті. Жиі хат жазып, сыр өңірінің жаңалықтарын хабарлап тұрғайсыз депті. Сол кезде Ұзақ Бағаев. Ұзақ Бағаев хатта осы сіздің есіміңізді тілге тиек еткен, анаңыз екеуіңізге сәлем жолдаған.
үйге жиі келіп тұратын ба еді, байланыс қандай болған? Ұзақбағай біз көш тұрдық бір үйде. Бұрынғы Чехов 29, біз бірінші пәтер тұрса, ол 7-ші пәтерде. Бұрынғы Ленин жолы газетінің редакторы болды. Енді Сырбой газетінің, қазіргі Сырбойының, енді ол кезде Ленин жолы ғой, соның редактор болған. 6 жылдай басқарыпты. Сол Ленин жолын 6 жыл басқарған. Одан кейін Талдықорғанға, Алматыға, Егемен Қазақстанға кетті ол кісі. Сол кісінің өте керемет кісі болған, сондай жаңағы апамыз да өте керемет, балдары да сондай. Біз өте көршілермен жақсы қатынаста болатынбыз. Ұзақбағаевтың хаттары бар. Енді мен көптеген хаттарда еске алып отырмын. Мысалы Әбіш Кекілбаевтың бір хатында айтады, анама 60-ға сәлем айт дейді. Мысалы сол хаттардың өзі сақтаулы. Енді мен кішкентай бала болғанмен ол кісілер мені жақсы таниды ғой бәрі. Сондықтан көптеген хаттарда менің есім аталып жүрген енді. Аталып тұр, сол мен таңғалдым. Ал тағы бір хаты бар бізде, енді қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың Зейнолла Шүкіровке хат жазуы. Ол бір шедевр, туынды эпистолярлық мұрам. Кәдімгі өзінің ойын ашық айтқан, сол хат жазылған уақытта Мұқағали Мақатаев 33-те екенде, Зейнолла Шүкіров 37-де екен. Дегенмен Зейнолла деп бастаған әңгімені кәдімгі өзімсініп, сен деп іш тартып, жақын тартқан. Сонда ең соңында анама сәлем айтқайсыз деген. Анама деген сөзі өзіне тағы да Зейнолла Шүкіровтың анасын, сіздің үйдегі апаны өзіне жақын тартқандығы, бауырындай көріп, сол Шүкіров пен Мақатаевтың арасындағы байланыс қандай болды? Енді ол 1964 жылы еді. Мұқан Төлебаев көшесі, Газель Өсербаев, сіздермен көрші көшеде 15-ші үйде 17-ші пәтерде тұратынбыз. Сол кезде Мұқағали Мақатаев үйге келген. Кейін де қаталысып тұрған. Сонда Мұқағалидың өзі келіп, мен Сәкен, мен сізден бата алып кетейін деп батасын алып кеткен. Поэзияда ше. Сонда бір керемет нелер бар. Ол Ажар Сәдібековтің естелігінде шықты. Сен Маркс, Ленин туралы поэма жазба, сен велик ақынсың деп өзінің батасын берген. Содан кейінгі ол кісінің арасында, екеуінің арасында поэзияға деген махаббат оянған. Мұқағалидың өзі сол келуінің өзі үлкен сапарында бата алып, сұхбаттасып керемет. Онда да телеграммасында жазады ғой, бір хатында телеграммада бар. Зейнолла мәңгілік өмір сүрмесе, мен басымды кесіп берейін дейді мысалы. Бұның өзі, сосын поэзиясы жаңа хаттардың өзінде айтады, мен сіздің өткендегі жас алашқа шыққан шығармаңызбен таныса отырып, поэзияда деген өзімнің немді сізге деген енді керемет несін ағылады да, таңғалып, сондай ой пікірін айтады сол жердің. Енді бұның өзі керемет көптеген хаттар бар ғой. Енді бұл кісінің хаттарының өзі шын айтқанда қаншама хаттар сақтаулы, махаббат хаттарының өзі керемет. Мысалы Зейнолланың махаббат деген керемет естеліктер де бар ғой. Зейнолла Шүкіровке ғашық болған қыздар да болған. Сіздің бір естеліктеріңізде есіп қалып жатырмын, сол туралы айтып берсеңіз. Ажар деген әнші қыз керемет ғашық болған. Соның өзінде ол өзінің бұл кісіге деген махаббатын, қалай деп айтуға болады, махаббатын енді апта сайын көре алмаса, сол тұра алмайтын болған. Сондықтан ол Алматыға көшіп кеткен ғой. Алматыда. Өйткені мен ол кісі үнемі маған елестеп тұратын дейді да. Сондай. Сосын Бекшинда хат жатады деген повесте де апалы сіңілі екі қыздың ғашық болуы кереметше. Екеуі қызғануының өзі бұл. Енді ол кісі деген махаббат таза бір махаббат қой енді. Ол керемет бір. Ол кісінің де мысалы белден төмен ешқандай қозғалыс жоқ, аяқ қозғалысы жоқ, бірақ соған қарамастан оның әншілігіне, керемет мінезіне, керемет ол кісінің шығармаларына деген ғашықтық қой деп түсіну керек. Рухани сана биігінде түйіскен, кіршіксіз, мөлдір махаббат болып тұр. Рухани, жаңағы Мұхтар Шаханов айтады ғой, рухани сана биігінде түйісу керек, сол кезде ғана махаббат әдемі сипат алады деп. Сол сияқты жаңағы нәпсіден бұрын
рухани биіктікті аңсаған, сезімге деген сезіну деген ол бәріне беріле бермейтін сезім бұл да. сол биік шыңда хат жатады деген повестте анау Тучевтің өлеңі бар ғой, Асқар биік шыңдарға деген өлеңі бар. Махаббатты Тучев ана биік шыңдағы қарға теңейді ғой. Таза махаббат, періштелер таудың басында ғана махаббатты аяқтың таза аппақ қар болады. Ал жер бетіндегі қардың өзі адам ластайды дейді. Махаббатты Тучев жоғары биікке теңейтін болса, бұл кісінің биік шыңда қар жатады деген, немесе жан бауырда деген повестінде де махаббатты биік шыңдағы таза аппақ қарға, періштелер басатын қарға теңейді ғой махаббатты. Биіктікке теңейді сондай. Керемет, керемет. Алпысбай аға, енді Зейнолладай қаламгердің біраз шығармалар жинағы жарық көрді. Көз тірісіне соңғы қай шығарма жарыққа шықты, және қазіргі таңда енді тау алыстаған сайын биіктей түседі деп, қазіргі таңда жарыққа шықпай қалған шығармалар баспаға шығып жатыр ма, мемлекет қолдап жатыр ма, әлде мынау спонсорлар іздеу дейсіз ба? Мен өзім сол спонсорлардың көмегімен 25 кітабын шығардым. Қазіргі таңда ең бірінші шығарған кітабым ол Сыр бойы романы болды. Бұл кезінде кеңестік дәуірдің кезінде қалай деп айтуға болады, ол шығарманы шығарған жоқ. Өйткені Жанғоза батырға деген көзқарас басқаша болды да, және мына жер дауы соған байланысты көптеген проблемалар болды да, кітап шықпай қалды. Қайтыс болғаннан кейін 21 жылдан кейін мен Сыр бойы романын шығардым. Бірінші, екінші томын әрине спонсорлардың көмегін жинап жүріп, жаңағы тиыннан ақшадан ақша құрап әйтеуір кітабын шығаруға деген құлшынысым болды. Ол кісіге деген менің алдымдағы борышым, шын айтқанда. Екінші кітабымда, мысалы, мен шығара алмайтындай жағдайдың өзінде, екінші кітабымда көптеген кітаптарды мысалы тараттым, мен білмеймін ол кезде. Кітаптардың ақшасын бермей қойған адамдар болды. Көптеген райондардан ала алмай қалдым ақшаны. Соның өзі соған байланысты үйімді, пәтерімді сатып, басқа пәтер алып, сол ақшаның орнына екінші кітабымды шығардым сол бойы. Осындай ол кісіге деген борышым, бір жағынан ол кісі ағалық, ол мен мысалы қарап отырса туған әкемдей болды кісі ғой, бірақ менің туған ағам, сол кісінің тәрбиесінде болдым. Сондықтан менің негізгі міндетім, менің қайтыс болған кезде де уәде берген, қалайда сол шығармаларын кітаптан шығарамын деп. Сыр бойы романдарын, томдық шығармаларды шығардым. Мысалы, ең соңғы мына Сағыныш саздар деген өлеңдері шығып отыр. 2021-де баспадан Ғажайып құмыра деген шығармасы шықты. Бұл балалар әдебиетіне деген несі, сол шығармалар шықты. Осы бұл мәдени мұрамен шыққандай болды кітабы, шын айтқанда. Керемет. Ал енді Қазақстанның жазушылар одағымен байланыс бар ма? Қолдау көрсетіп, баспа бетін көрмеген шығармаларын шығарып берейік деген ондай қайраткерлер бар ма? болған жоқ, ұсыныстар болған жоқ. Өз күшімен шығаратын ғой. Негізі келгенде бізде осы бір әдебиетке дейін кейінгі кезде осындай бір үлкен көзқарас бар да. Жаңағы шығармалар, бір жазушыларды іздеу деген жоқ. Осы мысалы 90 жасқа толды, 80 жасқа толды, 95-ке толып жатыр, шығармаларын шыға, мысалы өлеңдерінің өзі, мысалы Семейде кездесу болды, өлеңдер кітап жоқ, кітапханаларында мысалы. Олар іздеді, мысалы қаншама, мысалы бір жұлдыз боп жана мен деген естелік кітапты шығардым. Ол деген үлкен қазақ халқына деген үлкен бір керемет шығарма, мысалы. Даже үлкен ғылыми еңбектер қорғауға болады ол шығарма. Бірақ оның өзім спонсорлардың көмегімен сол кітапты шығардым. Мысалы, маған өте көп көмектескен Торғай Петролин, Олег Айдарбаев деген кісі сол 6-7 кітабын шығарып беруге көмектесті шын. Үлкен азаматтар жасады. Әлде де мен осы радио арқылы ол кісіге үлкен рахмет айтамын. Осындай азаматтар болса, ешқашан әдебиетіміз өлмейді, әдебиетіміз мәңгі деп есептеймін. Керемет. Енді жаңағы атқа мінген, қолы ұзын азаматтарға құлақ қағыс, Зейнолла Шүкіровтің әлі де басылмаған біраз шығармалары бар шығар. Негізі шығармалардың көбісін мен шығардым, бәрін болдым, бірақ енді хаттары бар. Сосын негізгі бір мақсатымыз мына өлеңдерді, бұл кісіге жазған өлеңдер өте көп екен. Әдебиетте
негізі келгенде поэмалар жазылды, өлеңдер өте көп жиналыс көп арналған екен. Оның өзі шын айтқанда 2 томдық кітап болады. Осы кітаптарды шығаруға болады мысалы. Қаншама мысалы балдар, студенттер, үлкен ақындар, осы керемет өлеңдер Асқар Тоқмағамбетов, Мұзафар Әлімбаевтан мысалы балада поэмалар жазған. Осылардың барлығын 2 томдық шығарма жазуға, хаттарын да қосуға болады. Эпистолярдық мұра. Иә, хаттардың өзі біраз дүние болып есептеледі мысалы. Өзінің хаттары бар, орысша жазған хаттары бар мысалы. Ол кісі өз бетінше білім алған ғой, орыс тілінен ше. Мысалы Лев Толстойдың шығармаларын, шетел әдебиеттерінің шығармаларын орыс тілінде өзі танысып, және аударма саласында өзі соны мысалы орыстың ол ақын Тучевті қазақ тіліне аударған. Бір жинағын аударған. Иә, бір жинақ. Тучев өте қиын ақын ғой бұны. Оны аудару өте қиын. Ол философ ақын, оның өзі қиын ақын. Соны ешбір қазақ ақыны бата алмай, соны аудара алмаған нәрсені Тучевті қазақ тіліне аударып отыр. Оны өзі үлкен еңбек деп есептеймін. Керемет, дұрыс айтасыз. Өзіңіз айтып кеттіңіз, сұхбаттың басында Зейнолла Шүкіров феномен деп. Соның қайталанбас құбылыстығы неде осы? Бір тағы айтып кетсеңіз. Бұл мен ойлаймын, негізі бір адамның біз Алла жоқ, Құдай жоқ деп есептейміз ғой. Негізі бір Алланың бір құдіреті болады. Оның үлкен бір байланыс, космология деген ғылым бар ғой, бұл космостық ғылыммен, космоспен байланыс бар. Өйткені мына қандай шығармалардың өзі, сыр бойының өзі шын алғанда 70 баспа табақ кітап, үлкен кітап мысалы. Соның өзі мысалы қандай жазып шығару, отты өткелдер романдары мысалы, осының өзі бір ол кісіге Алланың құдіретін күшін берді деп ойлаймын. Мысалы қысты оған сынақ жасады Алла тағала ше. Мынау 2 аяғын жүргізбей тастады, бір көзінен айырды мысалы. Бірақ соған қарамай ол кісінің деген мысалы Алла тағаланың бір құдіреті жаңағы рухани әдебиетке деген бір күш берді. Жан жақтылыққа не қылды мысалы. Осының өзі бір Алла құдіреттілік күш па, бір космостық бір әлеммен байланыс па, сондай бір құдірет бар ғой қазір бір. Соны ойлаймын, негізі сондай бір үлкен күш Алла тағаланың. Мына Иса пайғамбар жағы шегелеп тастайды дейміз ғой, сол сияқты бұл кісінің де Алла тағала 2 аяғынан жүргізген жоқ. Бір керемет көз жанары өте өткір ғой көздері. Соның өзінде бір медбике, медсестра байқамай басқа дәріні тамыз бір көзінің шырағынан айырды мысалы. Осыған қарамай ол кісінің өмірге деген құштарлығы қазіргі біздің жастарға айтатын үлгі. Жастарымыз мысалы қиындыққа төзбейді да, ал бұл кісінің бойында қаншама 62 тамырының бойында ауру, қаншама ауру мысалы, соның бүйрегі де ауырады, жүрегі де ауырады, мысалы барлық аурулар бар, бірақ соған өмірге деген құштарлықтың өзін осы жастарға айтар едім. Өмірге құштар болу керек, өмірге сүйе білу керек. Аз ғана өмірді мысалы көптеген еңбек ету керек. Негізгі бұл кісінің Алла тағала жаңа Толстой айтады ғой, 1% талант береді адамға, 99 еңбекпен келеді. Барлық шығарманы жазуына негізгі еңбек. Қайсарлығы, өжеттілігі өзі бөлек бір әңгіме. Оны қазақтың Корчагин етсеңеп, қазақтың Островский деп, осы Островскийдің жаңа кейіпкері Павел Корчагинге теңеп жатады. Ол сол құрыш қазақ Зейнолла Шүкіровті жоғары қоюы, өжеттілігіне, қайсарлығына тәнті болуы. Осы Островскийдің музейінен хат келді деп жатыр деген бір бар. Островскийдің музейі ашылған кезінде. Шепетовкада, Ялтада Островский музейлері бар ғой, соңында директорлар хат жазған. Хаттары, кітаптары бар ол жақта сақтаулы. Орыстар сақтап отыр мысалы. Енді Корчагинге теңейміз, Островскийге теңейміз ғой. Оларды орыстар өзі Островскийді өздері жасады шын айтқанда. Өздері шығармаларын мысалы өте ол бір керемет жағы үлкен жазушы емес қой, сол шығарманың өзін өздері дайындап Островский қылып берді ғой. Ал бұл кісі өзі еңбек еткен кісі ғой, таза. Машинкеге бүкіл шығармаларын машинкеге басатын. Осының өзі мысалы бұл кісінің өзін таза еңбек, өзі Островскийге теңеу емес, мысалы бұл кісіге Алау деген поэма мемлекеттік сыйлық ұсынған, бірақ өзі кітін мен халық қаһарманы атағын ұсынуға және де
мен кітаптарына мемлекеттік сыйлық, бірақ оны мен ала алмадым. Бірақ мен кейін ойландым, ол кісіге қажет жоқ ол нәрселер. Халық бағасын беріп тұр. Құрыш қазақ, қайсар қазақ мысалы. Халықтың бағасынан биік нәрсе жоқ еш жақта. Халықтың бағасы өте жоғары деп ойлаймын. Сондықтан ол мемлекеттік сыйлықта, қаһармандықта қажет жоқ бұл кісіге. Халық өзі біледі. Өйткені андай екікластық біліммен сондай үлкен дәрежеге жетудің өзі, қаншама бойындағы аурудың өзіне жеңе білудің өзі, көп адам бара алмаған омбыны тамашалаудың өзі, Көкшетауды тамашалаудың өзі, Алматының өзіне жылына 2-3 рет бару, теңізге деген махаббаты бұл кісінің Алла Тағаланың құдіреті сонда, ол бүкіл жерді аралатты ғой. Жаңа Сары Жиенбаевтың керемет сөзі бар ғой, сен жырлай бер, құшақтап жүрейік, құшақтауға жаралған бұл кісін дейді. Не достары құшақтап, қазіргі адамдардың бойына жетпейтін нәрсе. Қазір егер ол кісі осы мына заманда өмір сүрсе, оны көтеріп жүретін адамдар бола ма, болмай ма, ол екі мәселе. Інілер көтеріп жүрген ғой? Ол кездегі мысалы қаншама мысалы інілер, журналистер, інілері мысалы көтеріп 1 сағат ұстап тұрады, мысалы 7 сағат көтеріп жүретін болған, өзім де көтердім ғой кезінде. Бұның өзі сол кездегі адамдардың бойындағы үлкен адамгершілік қасиет. Қазақтың дәстүрлік қасиеті. Біз кейін кезде қазақтың дәстүрін жоғалтып бара жатырмыз. Халық мынандай жағдайда жойылады, тілі болмаған жағдайда, дәстүр болмаған жағдайда. Сондықтан да тілімізді, дәстүрімізді жоғалтпауымыз керек. Тілді жоғалтпаудың өзі ол тек қана білім, кітапты көп оқу, жастарды білімге тәрбиелеуіміз керек. Біз жаңағы жастарымыз мешітке барып неғып жатады ғой. Мен ол мешітке барғанға қарсы емеспін, бірақ та бір нәрсе, біз жастарды білімге құлшындыруымыз керек. Өйткені кезінде ғұн деген тайпа 1 миллион ғұнды неге Қытай құртты 50 миллион? Өйткені білімі күшті, мәдениеті күшті болды. Сондықтан білімі бар жерде халық әрқашан биік болады. Сондықтан біз жастарымызды білімге деген тәрбиелеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Қазіргі жастарды, білімді жастарды жоғалтпауымыз керек. Оларды сақтауымыз керек. Алтын самородок болады, оған сондай бір самородок сияқты оларды сақтап, оларға деген үлкен биіктен орын беруіміз керек. Жаңағы Олжас Сүлейменовтің керемет өлеңі бар ғой. Дали сильному джигиту, дали смелому джигиту, никаня ешака дейді. Сондықтан біз оларға тұлпар мінгізіп қоюымыз керек, ондай жастарға ше, білімді жастарымызға. Сөйтіп жоғарыда сол жағдайда ғана біз жақсы үлкен мемлекет бола аламыз. Дұрыс айтасыз. Зейнолла Шүкіровті інілері көтеріп жүрді дедік қой, бір жазбаларда бар. Өкшесімен Зейнолла Шүкіров түйіп жүргенде інілері шыдап тұрған дейді. Сонда жаңағы үлкенге деген құрмет, асылды ардақтай білу, биікті қадірлей білу, соны сезіне білу сол кездегі жастардың бойында болып тұр ғой. Бұл қасиет қазіргі жастардың да бойында бар деп ойлаймын. Жаңағы Мағжан Жұмабаев айтқандай, мен жастарға сенемін деп, біздер жастарға сенемін. Керемет несі ғой, мінезі шатақтау болған ғой, бұл кісінің мінезі өте. Теңіздің мінезіндей айтуға болады ғой. Теңіз бір дауылдың алдында тыныштықта, одан кейін теңіздің бір бұзылатын кездері болады, асаулар толқындары шашылып сондай. Сол келе жатыр, мысалы, бір оқыс қимыл істесе, мысалы, дұрыс қимыл істемесе, шақшамен ұрып атады басына, сол кезде інілерінің өзі, соның өзі шыдаудың өзі. Шақша жағы үлкен қару болған ғой негізі. Мықты кісі болған, өжет кісі болған ғой негізі. Ішкі мінезі, өр мінезі болып тұр ғой, ішіндегі өзегі мықты болып тұр ғой. Барлығын көтеріп, ол кісіге жарасып тұр ғой ол мінезде. Ол жарасып тұр ғой, сосын оны көтеріп тұр ғой. Енді бүгін хабарымызда жаңа Островский дедік қой. Островскийдің өзін қазақтың, орыстың Зейнолласы деп аяқтайықшы. Островский ол орыстың Зейнолласы деп осындай бір сөзбен тіркескен бүгінгі сұхбатты аяқтағым келіп отыр. Алпысбай аға, уақыт тауып студияға келіп сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Сізге мықты денсаулық тілейміз. Мынау еңбегіңізге шығармашылық мол табыс тілейміз. Осы Қайсар ақынның әдеби мұрасын насихаттау жолында қажымас қайрат тілейміз.
сау болып тұрмыз, бізбен байланыста болыңыз әрқашан музеймен. Ал құрметті тыңдармандар және көрермендер, Зейнолла Шүкіровтің 95 жылдығына арналған сұхбатты Қызылорда облысы мәдениет архивтер және құжаттама басқармасы мен Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейінің әлеуметтік желі парақшаларынан тамашалай аласыздар. Музей радиосымен бірге болыңыздар.